Мен депрессияға түстім. Бүгін ұйқыдан тұра сап осылай бір жылап алдым. Не үшін жылап алды деп ойлайсыздар ма? Даже өзім де білмеймін. Сөйттім де таксиға міндім да келе жатырмын. Сосын сіңлімнің салонынан бірақ шықтым ғой. Ол не істеп жүрсің? Қайдан жүрсің? Давай жүр, кел кір, әңгіме айтамыз деп қойды. Администратор да мені қарызыр күліп кәдімгідей қарсы алды. Менің түрім жақсылап жаттап алыңыздар. Үйде отырып кәдімгідей шашыпты бояуды, өзімізге қарауды кәдімгідей ұмыт кеткен соң сіңлім давай шашымды бояп берейін деді. Қалаған өзіне түрінді таңда деп шашымды бояп артынан жақсылап тұрып бетіме макияж жасап алайын деді. Маған еркек жасады, представляете? Мен даже былай бояй алмаймын ғой. В шоке болдым ғой. Мынау менің после түрім. Қыздар, 1-ден 10-ға дейін бағалап жеріңіздер. Негізі депрессияны біз өзіміз қолдан жасап алады екенбіз. Әйел адам осылай әдемі болып құлпырып жүрсе, көңіл күй де керемет болады. Анда-санда өзімізге ақша қиып, осылай салонға барып өзімізді жақсы көруді ұмытпайық. Всем пока!